тапқыр қоян. Аңдардың патшасы арыстан бәйге жариялапты. Бір қазан суды қайнаттырып қойып, осы суды кім ішіп қойса, көп сыйлық беремін деген шарт қойыпты. Аңдар бірінен соң бірі келіп, қанша өжеттенсе де қайнап тұрған суды ішуге батылдары бармапты. Ең соңында қоян келіп, қып-қызыл шоқта тұрған қазанды көтеріп алады да, ыстықта ішуді өте жақсы көремін, деп жан-жағына қарайды. Ендеше іше ғой, дейді аңдар аңтарылып. Қоян ұзыннан ұзақ қаз-қатар тізіліп тұрған аңдарды жағалай жүріп, мінекей достарым, мынау ыстық су. Көздеріңмен көріңдер, деп бас-басына көрсетіп шығады. Сөйтіп, қоян аңдарды басынан аяғына дейін аралап шыққанша, қазандағы су суып қалады. Сол кезде қоян суды басына бір-ақ көтеріп, сіміріп салады. Шошынған аңдар ауыздарын ашып, көздерін жұмсады. Ал алданған арыстан патша қоянға көп-көп сыйлықтар бергізіп, міне, нағыз ер деп мақтапты.